Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлы адамдар достығы. Бүгінгі сабақта мәтіндерді салыстыра отырып, ұқсастығы мен айырмашылығын табасыз. Мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін талдау арқылы стилін анықтайтын боласыз. Қымбатты оқушылар, шынайы дос қашанда бір-біріне адал, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын жандарды айтамыз. Оқушылар, олай болса, ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Ұлы адамдардың достығы дегенді қалай түсінесіздер? Ойланып көріңіздер. Достық әлемдегі ыстық сезімдердің бірі. Ал тұлғалардың өзара достығы мүлде бөлек. Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов, Мұхтар Шаханов өз елімізбен ғана дос таппай, өзге ел өкілдерімен де достаса білді. Бұл ұлылардың достығынан мынаны ұғынуға болады. Мейлі сенің досың ақ болсын, қара болсын, мейлі кішкентай, бастысы ішкі жан дүниесі таза болу керек. Адал достарымызды бағалай білейік. Оқушылар, олай болса, енді тапсырмалар орындайық. Екі мәтінді салыстырыңыздар. Ең алдымен мәтінді мұқият оқып алайық. Достық адамды ерекше қанаттандыра білетін, қуанышты үдетіп, қайғыны азайтатын қарым-қатынас түрі. Өмірде адал дос табу, достықты қарым-қатынасты сақтай білу өте маңызды. Өмірде болған соң бірде мұңаямыз, бірде қуанамыз. Кейде көңілің жабырқап, достарыңның аңсаған шағында сол ағаштың аясына барып, көлеңкесіне бір демалып қайтсаң, мауқың басылып, өзіңе бір үлкен дос тапқандай болып қайтасың. Біздің ақын жазушымыз Мұхтар Шаханов та жүрегіне ең жақын жолдас бола білген бір тұлғаны ерекше атап өткен. Ол тұлға Қырғызстанның халық жазушысы Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов еді. Шыңғыс Айтматов әлемдік деңгейдегі жазушы. Шыңғыс Айтматовты қазақ халқына ерекше жақындауымен мақтана аламыз. Оның бірінші себебі ақын қазақ ауылына көршілес өңірде дүниеге келіп, қоян-қолтық араласып өскен. Екіншіден, осының әсерінен көптеген шығармаларында қазақ мәдениетіне жақын рөлдер сомдаған. Оған жазушының әлемге танымал еңбектерінің бірі Жәмила романы дәлел бола алады. Үшіншіден, Шыңғыс Айтматовтың қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, ғұлама ғалымы Мұхтар Әуезовті пір тұтуы қазақ халқына деген ерекше ықыласын көрсетеді. Ерегескен ел болмайды, есептескен дос болмайды дегенмен, жазушыларымыздың достығына қарап, екі елдің достығын көрсетіп тұрғандай. Оқушылар, енді мәтінін оқиық. Дос болам десең, Мұқағали Мақатаев. Дос болам десең, досымды сыйла қымбаттым, досыңа сонда, досың мен ғана қымбаттым. Дос болам десең, мендегі доспен достасқым, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе, апырау неткен жақсы едің, досым аз менің, досым-ау менің тапшемін. Достарың менен достастыр мені асылым, достастыр мені, болайын құлым нақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін, өзіме өзім мін артып. Жауыздың барып жанына уәзір болғаннан, достардың барып ауласын өлген мың артып. Оқушылар, олай болса, екі мәтіннің тіліне, мақсаты мен мазмұнына сараптама жасау жолдарын біліп алайық. Ең алдымен мәтіннің тіліне назар аударыңыз. Мәтіннің аудиториясын анықтаңыз. Бұл мәтінді кім оқитынын болжаңыз. Осы мәтін арқылы автор оқырманға қандай ой тастағысы келетінін ойлаңыз. Мәтін абзацтарын қысқа мазмұндаңыз. Әр абзацтың бір-бірімен байланысын анықтаңыз. Мәтіннің стилі мен тілін табыңыз. Оқушылар, олай болса, екі мәтінді мақсатты аудиториясын, ұқсастығы мен айырмашылығын салыстырыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз нұсқаларыңызда салыстырып көріңіздер. Екі мәтіннің ұқсастығы, екі мәтінде де достық туралы айтылады. Екі мәтіннің айырмашылығы А мәтінде қос бәйтеректің достығына арналған. Мәтініне
жанына серік болатындай адал дос табуға арналған. Көзделген аудитория достықтың қадірін білетін барлық жандарға арналған. Мақсаты достықтың қадір қасиетін түсіндіру, шынайы достықты бағалау. Мазмұны А мәтіні. Өмірде адал дос табу, достық қарым-қатынастарды сақтай білу өте маңыздылығын айтқан. Ә мәтіні өмір сүрудің мән мағынасын достық арқылы түсіндірген. Оқушылар, енді екінші тапсырманы орындайық. Мәтіннің стилі мен тілдік ерекшеліктерін анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз нұсқаларыңызды салыстырып көріңіздер. Стилі А мәтіні публицистикалық стилде жазылған, Ә мәтіні көркем әдебиет стилінде жазылған. Ал тіліне келетін болсақ, бұл мәтін көпшілікке әсер етіп ой салады. Мәтінді әсерлі жеткізу үшін тұрақты тіркес пен мақал мәтелдер қолданылған. Мәтіндегі қоян қолтық деген тұрақты тіркес арқылы араласып жатқан ел екенімізді, ерегескен ел болмайды, есептескен дос болмайды деген мақал мәтелді қолдану арқылы достықтың қадірін білуге шақырады. Ә мәтінінде адамның көңіл күй сезімін оятады, көркемдік тәрбие береді. Өлең шумақтарының әрбір жолы бір-ақ сөздің немесе бір сөз тіркесінің қайталанып келуімен басталатын жерлер, және өлең тармақтарының соңында бір сөз тіркесінің бірнеше қайталанып келуі көптеп ұшырасып жатады. Ойды мағыналы түрде жеткізген. Мәтінде қайталау түрлері әсем көрініс тапқан. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда досыңмен ғана қымбаттым. Деп бастапқы дос сөзі бірнеше рет қайталанып анафора, ал сөздің соңындағы қымбат сөзі эпифора болып тұр. Оқушылар, екінші тапсырманы орындап болсаңыздар, үшінші тапсырманы орындайық. Мәтіндегі тұлғалардың достығы туралы өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Алдымен өзіндік пікір, екінші себебін жазасыздар, үшінші дәлелдейсіздер, төртінші қорытындылайсыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз нұсқаларыңызбен салыстырып көріңіздер. Өзіндік пікір. Менің білуімше Мұхтар Шахановтың көптеген достары болған. Себебі мен оны айқындалмас жақыным мен алысым, доссыз жүру мүмкін емес, сол үшін деген өлең жолдарымен түсіндіремін. Дәлел, Мұхтар Шахановтың жүрегіне ең жақын жолдас бола білген бір тұлғаны ерекше атап өткен. Ол тұлға Қырғызстанның халық жазушысы Шыңғыс Айтматов. Қорытынды. Достықтың сан салалы қырларын танытумен бірге, оған адал дос болудың жайттарын түсіндірген. Оқушылар, үшінші тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырманы орындайық. Берілген нақыл сөздің мағынасын түсіндіре отырып, автордың тілдік қолданысына мән беріңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз нұсқаларыңызды салыстырып көріңіздер. Үзінді. Екі адамның бір-біріне шын ықылас пен қалтқысыз қызмет етуі не араларындағы адал махаббаттың, не асыл достықтың арқасы. Әділхан Нұршайықов. Түсіндірме. Достар бір-біріне ұқсас жандар, бірін-бірін толықтыратын, бір-бірінің кемшілігін жауып тұратын адамдар. Соның арқасында екеуінің кемшілігі де көрінбей қалады. Ойы мен санасы бір, көз қарасы мен пікір ортақ жандарда бір-бірімен дос болуға бейім келеді. Асыл достық деп дос сөзін әсерлі жеткізу үшін, нақтылық сипат беру үшін эпитетті қолданып отыр. Оқушылар, осымен сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтіндерді салыстыра отырып, ұқсастығы мен айырмашылығын ажыратуды үйрендіңіз. Тілдік ерекшелігін талдау арқылы стилін анықтадыңыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Көріскенше, жас достар.